Çıkıp kalk, aynalıp gelecektiniz ve ben yemeğe gittim kartını. Так, бір аяқ қысқа екен ғой сізде. Ben ayağımı sinirle hissettim bu. Ütüp ütüp. Emretip. Сол аяғы сол оң жағыңыз қысқа сізде. Иә. Сізде былай болып тұр, бір жерде ұзақ тұрсаңыз беліңіз аши ма? Иә. Ұзақ отырсаңыз аши, иә? Иә. Постоянно беліңіз жат деп тұрады беліңіз, иә? Сүйкеніп, бір аяғыңыз қысқа ғой, бір аяғыңыз ұзын. Енді көбірек жатып не істесем, отырып жұмыс істесем, мынау сізде желкем не қылады. Сізде мынау таз бар ғой, дәу сүйек мына жердегі. Сол тазбен қоса мына жерде крестец бар ғой. Мына екеуі былай кіріп кеткен. Кіріп кеткеннен кейін сізге мына жерге береді. Үш жерге ауырады. Бастырам кейде. Мына ауырады ғой мына жер. Міне үш жерге береді, сегіз жерге. Осы мынау крестец кетіп қалғаннан кейін сіздің қолыңыз үйіп жүр ма? Иә, үйіп сосын сілкей берем қолым. Иә. Үйгенде де мына жақтан бастап үйді ғой сізде, иә олай, иә? Иә. Артынан бастап. Жауырыным. Мынау дұрыс емес сізде. Бұл сізде қалай айтсам екен, фундамент бар ғой, мысалы үйдің фундаментін қисық құйсаңыз үйдің стенасы қисық болады ғой. Сол сияқты мынау орында тұрмағаннан кейін бәрі орында тұрған жоқ сізде. Мынау дұрыс тұр, крестец орында тұрған жоқ. Еще массажда өлтірді ғой соны. Ойбай жаңа. Ауыра ма мына жер? Жоқ. Мына жер? Жоқ. Болды, шамасы. Біреу барма деді жаңа. Ұрғызсам құрыйсың деп. Бір Аллаға сыйынып келдім. Шыдатпайды, отыра алмайым жатамын. Ұратында ол смотри қалай ұратындар. Алғамен ұратындар бар, ағашпен ұратындар бар. Мынау саусағымды қойып тұрмын сізге міне. Өз саусағымды сынатындай ұрмаймын мен, ешқашанда. Өз саусағымды сүйіп ұрмаймын. Көрдім видеода. Қазір осыдан просто крестец түсіп алады сізде мына жерде. Қазір жай тұрып көресіз. Осыны өзі көріңізші, аяғын ашылып. Қазір арасын ашамын, жаймен түсіп көріңіз. Аяғын түсі осы тұрғанда. Қазір омыртқаның арасын ашамыз, вообще жақсы боласыз. Жүріп көріңіз, беліңіз көріңізші. Тартылған жоқ. Осы әдемі болған ба? Тартып тұр. Көріңіз бе? Көресіңіз. Жеңілдеп қалды ма беліңіз? Иә, жеңілдеп. Сізде айттым, мына таз бар ғой сізде. Крестец екеуі былай тұрады, көрдіңіз бе? Мынау кіріп кеткен сізде, екеуі. Сол кезде жаңағы сегіз көз қышып берген сізде. И содан бір аяғыңыз қысқа болып қалғаннан бір аяғыңыз ұзын. Бүкіл бір аяққа 70%, бір аяққа 30% түседі. Содан сіз сүйкеніңіз келіп, отырыңыз келіп, бүйтіп жиі тартып тұрады беліңіз, ашып тұрады беліңіз. Тамақ істеп тұрғанда да бүйтіп кесіп кейде. Сосын әпеден болады. орындыққа отырып тұратын кезде бүйтіп обязательно қолмен итеріп барып бүйтіп барып тұрасыз ғой. Отырыңызшы. Жерден де сөйтем. Отырыңыз жаққа. Қолыңызды бүйтіп алыңыз. Қолыңызды бүйтіп алыңыз. Жаймен тұрып жүріп кетіңіз. Ұстамай қолмен. Тұрып жүріп көріңіз. Жеңіл ма? Жеңіл. Ұстап атқан жоқсыз ғой? Итеріп атқан жоқсыз? Иә. Отырыңыз да, көріңіз. Алло? Уалейкум ассалам. Иә, алло. Алдыға дейін ғой. Келіншегіңіз кеше келіп кетті. Жақсы болдым дей ма? Иә.
Сіздер жұмыстан кейін келейін деп келдіңіздер. 7-ге дейін келсеңізші онда. Иә. 3 күн боласыз ба? 3 күн қабылдаймын ғой. Иә. Қалғанда намысы записпен қабылдап жүрген. Уақыт қой. Жата беріңіз. Мен туыс жүрдіксің ба? Не жалпы Қызылордан. Онда мен сіңірмейді айтамын. Кеше Ел істемейді оны. келіншегім келген жақсы болған соң. Апам да келейін деп едім дейді. Так. Көрдіңіз ғой апа, сындыратындай ештеңе жоқ. Иә, білем, көрдім. Осылай жаймедеп, омыртқаңызды жинайық, жаймедеп. Үшінші омыртқаны жылжып кетіп тізеңізге мазалап жүрген жоқ па аға? Мына жем істемейді тұр. Енді массаждар жақсы болды. Бірақ чашканың іші ауырады әлде. Артроз, артрит жоқ па? Білмеймін. Рентгенге түсірген жоқсыз ба? Жоқ. Рентгенге түсіріп салыңызшы тізеңізді. Артроз, артрит болса, онда алдын ала емделіңіз. Жүре беру болмайды сізге. Қытырлап жүрген жоқ па тізеңіз? Қытыр. Қытырласа сол артроз, артритің. Сосын бүйтіп лақтырып, қытырлатпасам ауырады. Сіресіп қалады ғой аяғыңыз, иә? Тартылып, иә. Сосын сілкіп жібересіз. Жіберген сияқты. Иә. Сол артроз, артритің белгілері апа. Ертерек емделесіз ғой. Кезінде мен жүре алмай қалғанмын. Салқын жерде жүргенсіз ғой, значит, кезінде. Иә, неге істедім ғой. Сол салқыннан шығады бұл. Терлеп тұрып шығамыз. Просто бұл артроз, артриттен уже көкс артрозға кетіп қалады, ұршыққа кетіп қалады сізде. Мына жақтарыңыздан бастап мазалайды ғой міне. Иә. Міне, мынадан бастап. Осы жерден бастап құрыс мазалайды. Иә. Омыртқаңыз кетіп қалыпты ғой. Басыңызға беріледі. Қатты көтеріліп кетті. Демалыңыз. Нормально болды ма? Жіберді белім. Жүргенде ше. Бүйтіп қолым тіреп тұратын ем ғой. Өзім тұрдым. Так, жаймен отыра беріңіз. Ары қарап отыра беріңіз. Көшеттен түсуіңіз жеңілдеді ма? Аяғымда істемейтін. Жеңіл болып тұр ғой аяғым. Өзім ғой. Қолыңызды көрейік. Шешейін бә, мәйкін бә. Жоқ, шешпе. Тері кетті. Қан айналым реттеледі. Шипасын береді. Сүйікті көшетіне қолын түсірейік. Өзім саусағымды қойыптым. Өз саусағымды. Шалқадан жатқан кезде басыңыз былай тимей тұратын сияқты болып тұра ма? Иә, сосын мен екі бүктеп мына жеріме салып жатамын. Уже бекітіріп алып кетіп баратыр екен ғой сізде. Бұл қанша жыл болды ғой. Сол салқын ғой.
Oldu. Тұра тұрсам Болды. Мына жағым еш пытырлайды, мына жағым вообще пытырламайды. Массажда пытырлатамады. Мына жағым қатты тартады. Бос. Денеңіз жаңағыдай бос. Болды. Ең қатып қалған ғой сүйектеріңіз. Жұмсарды ғой. Қолыңызды көтере алатын болып берді ғой, көтеріңізші қолыңызды. Көтереді болып берді. Мынау қатты көтеріледі де, мынау жай көтеріледі. Бірақ көтеріледі. Мынаны ұстап көріңізші, жұмсарды ма, жұмсарған жоқ па? Жұмсарды ғой. Жұмсарды ғой? Енді массаж жасай беріңіз. Мына бәрін жұмсарды қараңызшы. Так, мына жақтағы сізде протрузия бар ғой. Қазір соны жинаймыз. Еще болмас. Мынау да. Тістерін тістеуін, бұл мойын бос жүріңіз. Давление жоқ па? Давление бар. Төмен ба жоғары? Жоғары. Жүксіз жүр. Кейде мойныңыз былай оңға солға бұратын кезде бір ауырсыну бар ғой, онда болады. Терең демалыңыз. Теріледіңіз ғой? Теріс. Оңға солға бұрқыңызшы басты. Қас қалай бұрылу? Жақсы. Биткен мынаның іші бірдеңе қозғалып қытырлап жатады. Қатты ауырғанда сөйте беремін қайнағада. Шама демалыңыз. Мынаны енді массажды енді істеу керек сізге. Үстіне ет алып қойды ғой, бұлшық ет, сол жайымен бұлшық етін. Мына уже мына жақта сүйектер түсті сізде. Бұлшық еттерді тарту керек сізде. Мына осыны не өзі осылай болып тұрады ма? Мынау тастай болып тұрған сүйек. Мынау переходка деп аталады. Ірі омыртқа келеді да, мына жер соңғы, одан кейін майда кетеді ғой. Бұл переходка деп аталады. Өзі солай болып тұрады нәрсе. Мынау қалады. Мыналар түсу керек қой сізге. Мынау енді нәжесінде бәрі жиналып қалғанда бұлшық ет. Мына жерде сізде застой қан бар сізде. Түсініңіз, мынаны хижама алу керек үстінен. Сосын массаж істей береді. Мына сүйегін түсіріп қойдым сізде. Басты төмен жоғары көтердім кезде бірдеңе тартып тұратын сияқты ма? Иә. Қатты еңкей алмаймын ғой. Сосын мына ненің ішінде Нәқтай күш сол лопатканың ішінде бір тамыр бар. Я пытырламайды, я жібермейді, таба алмады кеше. Лопатканың ішінен келеді бір тамыр тартып. Şalkadan açıyoruz. Şu şalkadan açıyoruz ya. Bunun arasına açıyoruz. Tabii istiyoruz. Mойныңыздан да растяжка істейміз, арасын аша айтқанда. Мұрынмен ғана жұмыс істейсіз. Терең демал дегенде демаласыз, жібер дегенде жібересіз. Мұрынмен ғана жұмыс істейсіз. Терең демалыңыз. Жібере беріңіз. Жібере беріңіз. Бос. Терең демалыңыз. Жібере беріңіз. Жібере беріңіз. Терең демалыңыз. Жібере беріңіз. Жібере беріңіз. Ортада алма? Иә. Шамал жатады. Бірден тұрып кетпеңіз.
поликлиникаға барасыз да просто рентген бар ғой соған зен түсіресіз. Ой, оны Қытай бар ғой. До конца бүгілмей ма? Өлмейді. Артур ғой сізде. Мынау ондай емес. Бұла алмайды. Мынау жаңа өткен мынаны неғып қатты қытырлап тұр анау сізде. Сосын ғой сізден сұраған зеңіңізде қалай болып тұр? Азанда жүрерін ғой тұрып, біразға дейін қырт-қырт, сырт-сырт жүрем. Содан кейін өзі кетеді жаман. Ашып берейін. Жеме тұра берді. Жүріп көріңіз. Зеңіз көріңіз. Жіберді ғой арды. Зеңіз жіберді ма? Жіберді. Тартты. Тартты деді. Шашқы жақсы болып қалды? Күшті болып қалды. Сілке беретін. Так, белгіңіз қалай болып тұр? Бел жақсы бел уже. Өзі белгілі болып тұр. Буындарыңыз бәрі босап қалды? Босап қалды. Мына бетемде жүретін. Керіліп жан. Кербезе ұқсап. Жоқ, босап. Жақсы ем болсын ал.